Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы мен ұнататын жануарлар. Біздің алдымызда күшіктің суреті берілген. Бүгін біз бір күшік туралы әңгіме оқимыз. Алдымен әңгімені оқымас бұрын біз иттер туралы, күшіктер туралы қосымша ақпарат біліп алайық. Бейнероликке назар аудар. Күреңім жер тарпиды таң атқанша, менде де таусылады тағат сонша. Саритім де сабырын жоғалтады, түннен қалған сорпаны жалатқанша. Оңайлықпен атама таң күткенге, қай жаққа кетіп қалды қаңғып күнде. Күрең бестім, тазитім аман болса, қан сонар, қаралы күн аң біткенге. Қазақ халқы ежелден жеті қазынаның бірі итке үлкен құрметпен қараған. Сондықтан да олар қанша уақыттан бері адамға адал болып келеді. Иттер шамамен осыдан 10 мың жыл бұрын қол үйретіле бастаған. Қазір дүние жүзінде иттердің 700-ден аса тұқымы белгілі. Олар дене бітімі, үлкен кішілігі, түгі, түсі, әрекеті, жаратылысы жағынан ажыратылады. Тұқымы мен тегіне қарай аңшы иттер, күзет иті және үйде сән үшін ұсталатын иттер деп 3 топқа бөлінеді. Халқымыз ит ырыс деп есептеген. Келген қонаққа арнайы ақсарбас сойып, дәм татырғаннан кейін малдың қанын немесе асылған еттің қалғанын итке беретін болған. Бұл әр тіршілік иесінің өз несібесі бар дегенде білдірсе керек. Елімізде кеңінен танымал ит тұқымдары алабай мен құмай тазы. Көшпенді халықтың қолғанаты болған қасқыр тұқымдастар қашанда бағалы болып саналады. Мұны мемлекет басшыларының бір-біріне жасаған сыйынан да аңғаруға болады. Ит туралы қызықты деректер. Иттің алдыңғы аяғында 5, артқы аяғында 4 башпай болады. Күшіктері соқыр, саңырау, тіссіз болып туылады. Кейбір иттер 2 миллиондай иісті ажырата алады. Иттер құшақтаған ұнатпайды. Оны адамның өзін басынуы деп түсінеді. Күшіктерде 28, иттерде 42 тіс болады. Олар 250 сөз бен қимылды есінде сақтай алады. Ит асырайтындар басқа адамдарға қарағанда көзін 66% артық қозғалтады. Ескеретін жайт, итті күшік кезінен асырап алыңыз. Ол сонда ғана үй иесіне бауырмал, адал болады. Келесі тапсырма өкініш мәтінін түсініп оқы. Ол 24 және 25 беттерде орналасқан. Бейне жазбаны тоқтатып ойыңды білдір. Аңсардың қылығы саған ұнады ма? Өз ойыңды, көзқарасыңды айт.